Ассалаумағалейкум құрметті оқырмандар. Әйелдердің зейнетке шығу жасын төмендеу ұсынысы бойынша министрлік деңгейде талқылау болды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова зейнет жасын төмендету туралы сұрақтарға жауап берді. Егер жыл бойынша алып қарасақ, зейнетке 100 мыңға жуық адам шығады. Ал еңбекке қабілетті жасқа толғандар мен еңбек нарығына шығатын жастардың саны 300 мыңнан асады. Сондықтан бұл деректерді салыстыру дұрыс болмас деп тоқталды Тамара Дүйсенова. Сонымен қатар ол әйелдердің зейнетке шығу жасын төмендету ұсынысы бойынша министрлік деңгейінде тиісті мәселелер қаралғанын жеткізді. Біздің ұсыныстарды қаржы саласының блогы қарастырып жатыр. Осы орайда біз бір келісімге келсек, оны жарияламыз. Әлеуметтік саладағы кез келген бастама қаржы саласына қатысты екенін түсіну керек. Зейнетке шығу жасын көтеру немесе төмендету мәселелері қаржы мүмкіндігіне қарай қаралады. Біз зейнетке шыққанда лайықты зейнетақы алуымыз керек, ал еңбек өтілі мен жинақ сомасы аз болса, біз жоғары зейнетақы төлемін аламыз ба? Егер әлемдегі тәжірибеге қарсақ, тәжірибесі бар адамдар белсенді болу үшін әлеуметтік қызметтерге тартылады. Сондықтан бұл адамдарды зейнетке шығарып, олардың қызметін осымен аяқтай салуға болмайды, деді министр. Оның сөзіне қарағанда, Қазақстанда орташа зейнетақы 105 мың теңге шамасында, зейнеткерлердің 20-25%-ы 150 мың теңгеден артық алады. Бұдан бұрын хабарлағандай, жақында сенатор Дана Нұржігіт әйелдердің зейнетке шығу жасын 58 жасқа дейін төмендетуді ұсынды.